Арақ шарап бұл өмірде харам, бірақ жәннатта халал, машалла. Ал мына өмірде әзіл емес пе, зияннан құтқарса ғана. Мысалы, машалла. Әйтпесе осы жерде қалырасың. Іштедің бе іш? Айдалада кетіп баратыр едіңіз, бірі арақ жатыр деп алайық. Арақ харам ба? Харам. Онда шөлдеп өлейін деп атқан уақытта арақ сізге не болады? Мубах болып кетеді. Оны ішіп шөлді қандыруға болады. Оны ішпей өліп кетсеңіз, күнәһар боласыз. Демек, кез келген нәжіс болған, харам болған нәрсенің мубах болатын уақыты бола ма екен? Болады, мәжбүр болған уақытта. Тап мәжбүр болу деген тек бұлай ғана болмауы мүмкін. Қандай мәжбүр болуы мүмкінсіз? Біреу мәжбүрлеуі мүмкін. Мысалға, басыңызға бір нәрсені мылтық тақап тұрып, өлтірем, арақ ішпесең десе, басына тақап тұр. Онда жоқ, өлтіресең, өлтіре бер деп өліп кетсең, күнәһар боласың. Неге? Өйткені сенің жаның қымбат, сен істеу керексіз оны. Мубах сізге ол уақытта ол арақ мубах болады. Оны ішіп жаныңыз аман алып қалу керексіз.